Баршаңызға сәлем. Арпа жармасынан, яғни перловкадан палау жасайтын боламыз. Бұл өте керемет дәмді болып шығады, әрі пайдалы. Бұл жерде сіздерге мен арпа жармасын қалай жабыспай, бір-біріне тал-тал болып, әрі жұмсақ болып пісіп шығуын құпиясын айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар, видеоны өткізбей қараңыздар. Ең алдымен арпа жармасын 1 сағат бұрын осылай суға жібітіп аламыз. Жібітіп алған соң суынан ажыратып, осылай шашыққа жайып, суынан кептіріп алатын боламыз. Енді біздің арпа жармасы, яғни перловка кепкенге дейін біз көкөністерді, етті турап алып, оны пісіре береміз. Сәбізді, бір сәбіз жеткілікті негізі. Бұл палау секілді көп сәбіздің қажет етпейді. Сәбізді осылай палауға турағанда етіп майдалап турап аласыздар. 150 мг майды құямызда, оған етті салып, кішкене бір 3-4 минуттай қуырып аламыз. Етті қуырған кезде бірінші суы шығады, сосын су тартылған кезде сәбізді, бірінші пиязды 2 минут қуырып, сосын сәбізді қуыратын боламыз. Мінекей, етіміз дайын болды. Енді осыған бір 2 минуттай пиязды қуырып аламыз. Сіздер негізі осылай перловка палау жасап көргенсіздер ма? Қалай жасайсыздар? Кейбіреулер осыған картошка да қосады екен. Мен картошка қосқан жоқпын. Өз рецептеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Мүмкін мен дұрыс жасап жатқан жоқ шығармын. Өте бірақ керемет дәмді болып шығады екен. Осы сәтте жарты ас қасық тұз қосып жіберіп бірге қуырып алдым. Енді бір 2-3 минуттай қуырғаннан кейін бір ас қасық томатты қосамыз, яғни томат пастасын қосып жақсылап араластырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Қазір осыған чеснокты қостым. Бір 2-3 штук сарымсақ. Бұл міндетті емес, әрине қосу. Көз мөлшерімен суды құйдым. Мен енді суды өздеріңіз байқайсыздар. Міне осылай сәбізді бетіне шығып тұру керек су. Осы сәтте тұзын реттеп аласыздар. Егер тұз аз болса, аздап тұз қосыңыздар. Өздеріңіз жақсы көрген приправаларды, дәмдеуіштерді қосып, қара бұрыш қосып, лаврол лист қосуға болады. Мен тек қана қара бұрышты қолдандым. Бір 20-30 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз да, осы аралықта перловкамызды, яғни арпа жармасын қуырып алатын боламыз. Негізгі бұл перловкамызды, яғни арпа жармасын тал-тал болып, бір-біріне жабыспай, әдемі болып пісіп шығуының құпиясы осында. Кептіріп, осылай қуырып алсаңыздар, керемет әдемі болып шығатын болады. Мінекей 20-25 минуттан кейін бетін ашып, бағана дайын болған, қуырылып алған перловкамызды саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз да, бір 45-40 минутқа бетін жауып, жай отта бұқтырып пісіреміз. Енді өздеріңіз байқап көресіздер. Бұл қатып қалған уақыты жоқ. Перловканың қалай пісіп шығуына қарай байқайсыздар. Басқа су құюдың қажеті жоқ. Мінекей 45 минуттан кейін пісіп шықты. Қазір ашып көрсетем сіздерге. Қараңыздар, суды өзіне сіңіріп алған, бірақтан ешқандай езілмей, тал-тал болып, әдем болып шықты. Иісін күшті болып шығады. Әрине бұл өте пайдалы, витаминге бай, ыстық тағамдардың бірі. Ыстық тағамдардың рецептеріне жаңа осыны бір рецепті қосып, отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Бұл кішкентай балаларымға да жақсы ұнады. Қараңыздар, осындай езілмей әдем болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Ас болсын.